Қайырлы күн баршаңызға. 4-ші сынып қазақ тілі 107-ші сабақ өткен шақ деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Видео ұнаса лайк басыңыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өткен шақ. Мәтіннің қатесін тауып түзетіп жаза аламын. Етістікті өткен шақта қолдана аламын. Бүгінгі үйренетініміз 12-ші жаттығу берілгенде мәтінді қатесіз көшіріп жаз деген екен. Бұл жерде мәтінді етістіктерді тауып қашан болған істі білдіретінін, қай жақта тұрғанын айтып, оларға сұрақ қой деп көрсетілген екен берілгендерінде. Енді мен сіздерге осы мәтінді қатесіз көшіріп жазып ұсынамын. Міне, бұл жерде қатесіз жазып ұсынып отырмын. Тырысқан, ашылды, ұшырылды деген сөздердің астын сызып қоямыз. Тырысқан не істеген? Бұл өткен шақ, 3-ші шақ. Ашылды, не істеді? Бұл өткен шақ, 3-ші шақ. Ұшырылды, не істеді? Өткен шақ. 13-ші жаттығуда берілгенде сіздерді сөздерді тиісті жіктік жалғаумен сәйкестендіріп жаз деген екен. Мен биледім, сен биледің, сіз биледі деп дәл осылай жазамыз. Өткен шақ етістіктерді іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан, оның сұрақтары не істедім деп сұрақтары бар. Және мен сіздерге жазып көрсетіп отырмын. Сәйкестендіріп жаздым. Етістіктері өткен шақтағы істі білдіріп, 3 шақта да тұр. Қарап тұрсаңыздар. Бүгінгі біздің 14-ші жаттығуымызда берілген етістіктерді өткен шаққа қойып сөйлемдер құрап жаз деген екен. Оқы, қатыс, біл деген 3 сөз бар екен. Мен сіздерге Марат оқыды, қысқартылған түрі, ол үлкен жоғары оқу орнында айтады. Әлия ән байқауына қатысты. Бұрын ата-бабаларымыз күн райын халықтық болжам арқылы білген деп осылай жаздым. Көшіріп алсаңыздар болады. 15-ші жаттығуда берілгенде мәтіннің қатесін түзеп жаз деген екен. Міне мәтін берілген, астында етістіктерді тауып, қай шақта тұрған және айт деген екен. Мәтінде аз уақыттың ішінде ол сарапшылар тарапынан жоғары бағалды. Әуелі Тоқтар ғарышкерлер тобына дайындыққа қосылды. Тоқтар ер тұлғалы, жаны жайсан азамат. Бұл жерде алды деген өткен шақ, астынсамыз, қосылды деген өткен шақ, астынсамыз. Және қатесіз көшіріп жаздық. 16-ші жаттығуымызда екі бағандағы етістіктерді салыстырып, бір-бірінен өзгешелігін дәлелде деген екен. Танысты, танысып жатыр, үйренді, үйреніп жүр деген сөздерді қай шақта тұрғанын және салыстырып сіздерге жазып көрсететін боламын. Тыңдады, тыңдап отыр, шақырды, шақырып тұр деген сөздерді. Міне жазып ұсындым. Бірінші қатардағы өткен шақтағы сөздер, екінші қатардағы осы шақтағы сөздер. Және бүгінгі 17-ші жаттығуымызда кестені мысалдармен ауызша толтыр деген екен. Ауызша түрде орындаймыз. Қазір орындалып тұрған қимылды, бұрын орындалған қимылды айтамыз. Және осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий басып, жазып, арнама тіркеліп кетіңіз. Көп рахмет.